Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге мынандай бір лайфхак ұсынғым келеді. Яғни JPEG файлды қалай мәтінге айландырамыз. JPEG форматы дегеніміз сурет түріндегі файл. Яғни фотоға түсіріп алған немесе сканерланған құжат болуы мүмкін. Осындай типтегі құжатты біз мәтінге, кәдімгідей жазба түрдегі мәтінге қалай айландырамыз. Осы бағытта мынандай лайфхак бар. Кәдімгі браузерді ашасыз. Кез келген браузерді ашасыз. Сол жерге Яндекс переводчик деген жазасыз. Яндекс переводчиктің сілтемесін ашасыз. Ашқаннан кейін мына жерде картинка деген сөзге барасыз. Картинкаға басасыз. Енді выберите вручную деп тұр. Осы сөзге басамыз да біз жаңағы JPEG форматындағы құжатымызды аламыз. Мысалы, мына свойствосын қарайтын болсақ, мына жерде JPEG екені көрсетіліп тұр. Сурет түріндегі файл. Осы файлды жүктедік. Мінекей уже мына жерде қазақшадан орысшаға аударып тастады. Бірақ бізге аударылған аудармасы емес, бізге жаңағы файлдың мәтін түріндегі нұсқасы керек. Сол үшін мына жердегі оң жақ жоғары жағына қарасаңыздар, открыть как текст деп тұр. Осыған басамыз. Міне мәтін түріндегі нұсқасы шыға келді. Осыны белгілеп аламыз да, тінтуірдің оң жағын басып, копировать командасына басамыз. Word'ты ашып, көшірілген мәтінді осы жерге кірістіреміз. Арасында кейбір әріптер дұрыс танылмай қалуы мүмкін. Сол әріптерді жөндеп, мәтіннің қатесін түзетіп, өз қажетімізге қарай дұрыстап орналастырып шығамыз. Болды. Осылайша біз сурет форматынан мәтінге ауыстырып алдық. Енді өздеріңізде қайталап жасап көріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.